саламатсыңдар ма оқушылар? 6 сыныптың кезекті қазақ тілі сабағы, ғылым және технология жетістіктері бөлімі, тыныс белгілерінің түрлері мен қызметі. Сабағымыздың тақырыбы ғылыми ізденіс. Бүгінгі сабағымызда оқылым мәтінінен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген әлеуметтік мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырамыз. Әдеби тіл нормаларына сәйкес қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсінеміз, дұрыс қолданамыз. Біздің сабағымыздың тақырыбы ғылымға байланысты болғандықтан, мен сабағымызды қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының мына өлең жолдарымен бастамақпын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге деген өлең жолдарын әрбір қазақ баласы жатқа біледі. Осы өлең жолдар арқылы Абай атамыз адамзат баласын ғылым мен білімнің алға сүйрейтін күш екенін ұғындырды. Сапалы біліммен ғана биікті бағындыруға болатынына көз жеткізді. Олай болса, балалар, сендер ғылым деген сөзді қалай түсінесіңдер? Өз ойларыңды жинақтап, жүйелеп жауап бере қойыңдар. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Сендердің жауаптарыңмен толықтай келісемін. Сендердің жауаптарыңды тексеріп көрейік. Ғылым ақиқатты білу әдісі, адамның білім алуын жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметінің түрі. Ғылымның негізгі мақсаты ақиқатқа жету, табиғат, қоғам, ойлау заңдылықтарын ашу. Ғылыми ізденіс дегенді қалай түсінесіңдер балалар? Өздерің қандай ғылыми жұмыстармен айналысасыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сендер ғылыми жұмыстармен айналысқанда өздеріңнің тақырыптарыңа байланысты тың мәліметтер іздейсіңдер, ізденесіңдер, еңбектенесіңдер. Яғни соны біз ғылыми ізденіс деп айтады екенбіз. Ал ғылыми ізденістің мына анықтамасын оқи отырып өз білімдеріңді толықтырып алыңдар. Ғылыми ізденіс дегеніміз адамның еңбектену іс-әрекетінің ерекше түрі. Ғылыми ізденіс адамның еңбекқорлық, мақсат қою, уақытша туындаған сәтсіздікті жеңе білу қабілетін, оның интеллектуалды мүмкіндіктерін барынша пайдалануды қажет етеді екен. Ал енді балалар, қазақ тілі оқулығын алып, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықты ашып, 183 беттегі ғылыми ізденіс тақырыбындағы Ебни Бөкетовтың жазған мәтініне мұқият назар аударыңдар. Мәтінді мұқият түсініп оқыңдар. Мәтінді оқу барысында мәтіндегі қойылған тыныс белгілеріне көңіл бөліңдер. Тыныс белгілердің қойылу орындары мен себептеріне назар аударыңдар. Балалар, мәтінді оқып, мазмұнын түсініп алсақ, тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма, 2 бөлікті күнделік кесте толтырамыз. Кестенің бірінші бағанына мәтіндегі көтерілген мәселені анықтауға бағытталған 2 нақтылау сұрақтарын құрастырып жазыңдар. Кестенің екінші бағанына мәтіннен қандай жаңалық білдіңдер? Сендер үшін мәтін қандай жаңалықтар айтты? Сол бойынша өз ойларыңды жинақтап, екінші бағанына жазыңдар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар. Ал балалар, енді біз екінші оқу мақсатына сай сөйлемнің соңында келетін тыныс белгілерінің бірі нүктемен толығырақ танысамыз. Нүкте жазуда аяқталған ойды білдіретін шартты белгі. Нүкте дұрыс қойылмайтын болса, сөйлем түсініксіз болып шығады.
не нүктенің қойылмауынан екінші бір мағына туындауы мүмкін. Нүкте мынадай орындарда қойылады. Бірінші, аяқталған ойды білдіретін хабарлы сөйлемнен соң қойылады. Мысалы, бүгін жаңбыр жауды. Екінші, басқа әріптерінен қысқарған кісаттарынан соң нүкте қойылады. Мысалы, Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны. Үшінші, пьесаларда кейіпкерлердің аты жөнінен соң нүкте қойылады. Мысалы, Қасым нүкте Әкелбері. Төртінші, тағысын тағы, тағы сол сияқты, тағы басқалары деген сөздер қысқартылып жазылғанда соңынан нүкте қойылады. Бесінші, екпінсіз айтылған бұйрық тілек мәнді сөйлемдерден соң нүкте қойылады. Сөредегі кітапты әперші. Алтыншы, цифрлар арқылы таңбаланатын санамалы нөмірлерден кейін нүкте қойылады. Осы мәтінге мұқият назар аударып қараңдар. Ал енді балалар, тыныс белгілеріне байланысты екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып, тыныс белгілерін қойыңдар. Тыныс белгілерінің қойылу себебіне назар аударыңдар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деп есептеймін. Тапсырманың дұрыс орындалу нұсқасымен танысып, өз жұмыстарымен салыстырып көріңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыздан түсінгеніміз ғылыми ізденіс шығармашылық үдерістің барып тұрған биік, шыңы екеніне көз жеткіздік. Сондықтан, әрдайым еңбектеніп, терең білім алатын болсақ, үлкен ғылыми жетістіктерге жетесіңдер деген сенімдемін. Олай болса, бүгінгі сабағымызды Жүсіпбек Аймауытовтың «Ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ» деген сөздерімен қорытындылаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.